Осы әдіспен орама нанды жасап көрдім. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен қызып тұрған майымызға пиязымызды салып қуырып алдым. Одан кейін сәбізді салдым. Татымына қарай тұз бұрыш салдым, және де бір ас қасық томат пастасын салдым. Қызартып қуырып алғаннан кейін бетіне сай ғана асырып су құйдым. Біраз қайнатамыз. Осы кезде қамырымызды жұқалап жайып, осылай видеода көрсетілгенде үшбұрыштап кесіп, енді осыны қайнап тұрған сорпамыздың үстіне саламыз. Осылай барлығын салып шығамыз. Бетін өзінің майымен майлауды ұмытпаймыз. Бұл міндетті түрде. Осы рецептпен міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Менің отбасыма ұнады. Ас болсын. Және де менің каналыма жазылып, лайк басып отырыңыздар.